Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте тәтті, карамельді, шоколадный сникерс пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: 1 жұмыртқа, 70 грамм қант, 150 грамм сары май, 200 грамм ұн, 4 ас қасық какао, 1 шай қасық қопсытқыш. Ол үшін миксеріміздің табағына 1 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 70 грамм қантымызды саламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнды, какаоны және қопсытқышты қосамыз. Барлығын жақсылап електен өткіземіз. Електен өткізіп алғаннан кейін, әрі қарай миксермен қамырымызды дайындап аламыз. Әркімге әрқилы. Мысалы, мен миксермен дайындаймын қамырды. Ал басқалар қолмен де дайындауға болады. Миксермен дайындаған біркелкі боп тез әрі оңай дайындалады. Сол себептен мен миксердің көмегімен жасаймын. Осындай қамыр дайын болады. Сосын бұл қамырымызды целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Әрі қарай карамельмен орехымызды дайындаймыз. Карамельге орехты салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде карамельдің сапасы өте жақсы болу керек. Жақсы сападағы карамельді алғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің пирогымыз піскеннен кейін қатпай қалуы мүмкін. Сол себептен жақсы карамель алғандарыңыз дұрыс. Мінекей, тоңазытқыштан дайын қамырымызды алып шығамыз. Сосын оны әрі қарай формаға саламыз. Формамыздың диаметрі 26 сантиметр. Әр адамға әр түрлі қандай диаметрда форма ыңғайлы болады, сондай диаметрдағы форманы алып салсаңыздар болады. Формаға қамырымыз әбден осылай дайын болғанша қолмен жайып жасаймыз. Мен мысалы қолмен жасаймын. Ал кейбіреулерге оқтаумен жайып, содан кейін барып формаға салып жасаған өте ыңғайлы болады. Бірақ маған қолмен жасаған ыңғайлы. Мінекей, достар, осындай бізде пирогтың астыңғы жағы шықты. Енді осы пирогымыздың үстіне карамельмен орехымызды құямыз. Карамельмен орехымызды құйған кезде пешті қыздырып қойған өте дұрыс болады. Содан кейін осы пирогымызды қызып тұрған пешімізге салған дұрыс. Осындай дайын пирогты қызып тұрған пешке саламыз. Пешті мен 180 градуста 30 минутқа қоямын. Әркімге әрқилы пештеріңізге қарай өздеріңіз көріңіздер. Жарты сағатта осындай пирогымыз пісіп шығады. Пирогымызды 2-3 сағатқа суыға қойып қоямыз. Пирогымыз суып жатқанда шоколад пен майды осылай водяной баняда ерітіп аламыз. Жақсылап еру керек шоколад, әбден маймен басы біріккенше. Шоколадымызға осылай арахисымызды қосамыз. Сосын екеуінің басы біріккенше әбден араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін суыған пирогымызға жақсылап тұрып бетіне құямыз. Мінекей, достар, осылай бетіне әбден құямыз. Пирог міндетті түрде 2-3 сағат суы керек. Суымаса, анау құйған шоколадымыз бен арахисымыз еріп кетуі мүмкін. Сол себептен пирогымызды обязательно суыту керек. Достар, сіздер бұл пирогты қонақ күткенде, кісі шақырғанда тез дайындап жүрсеңіздер, рецептісі өте оңай пирог болып шығады. Өзі сондай тәтті, шоколадный, карамельный пирогтардың бірі болып саналады. Шоколад пен арахисті құйғаннан кейін беті қату үшін 1 сағатқа мен тоңазытқышқа суыға қойып қойдым. Содан кейін өстіп суығаннан кейін кесесіздерді тарелкаға салып, столға қоя бересіздер. Мінекей, арасы осындай карамельный, шоколадный болып шығады. Оңай әрі тез дайындалатын рецептім ұнаса сіздерге лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Әлия Тлеуғабыл.